Сәлеметсіздер. Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі Щучинск қаласының нөмір 2 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Нұрғожин Арман Мұхаммедқалиевич. Қазақ тілі 4 сынып, бөлім қоршаған ортаны қорғау. Балалар, алдымен мынау суреттерге көңіл аударайық. Бұл суреттерде нелер бейнеленген? Дұрыс балалар, бұл суретте құстар мен жәндіктер белгіленген. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар мен жәндіктер туралы болмақ. Оқу мақсаты: бейтаныс сөздер мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын мәтінге қатысты анықтап түсіну. Мәтінді іштей түсініп және қажетті ақпаратты тауып белгі қойып оқу. Сабақтың мақсаты: бейтаныс сөздердің мағынасын түсінеді, мәтінді түсініп қажетті ақпараттарды таба алады. Алдымен балалар, бүгінгі сабақта кездесетін жаңа сөздермен танысайық. Бозторғай – воробей, немқұрайды – беспечный, шөлден – из пустыни, тарғыл – пестрый, арамшөп – сорняк, сегіртке – кузнечик, тоқылдақ – дятел, жәндік – насекомые. Балалар, осы жаңа сөздерді аудармасымен бірге сөздік дәптерлеріңе жазып алыңыздар. Келесі тапсырма балалар, суретте берілген құстар мен жәндіктерді атаңыздар, оның пайдасы мен зияны туралы айтып беріңіздер. Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте шегіртке, бозторғай және тоқылдақ бейнеленген. Шегірткенің түрлері сұр, көк, көшпелі, әнші болып бөлінеді. Азығы жеміс-жидек, жәндік, өсімдік, дәнді дақыл, шыбын-шіркей, астық, мақта. Сондықтан олар егістіктер мен жайылымға зиян келтіреді. Жазда күн ыстықта көбейіп кетеді. Шегіртке, еріншек, жалқау. Тоқылдақ. Тоқылдақ ұсақ келген орман құсы. Елімізде тоқылдақтың 9 түрі кездеседі. Ең үлкен тоқылдақтың салмағы 360 грамм. Ол ағаш қабығының астында жатқан зиянды жәндіктерді тауып жеп, ағашты қорғайды. Тоқылдақ орман емшісі. Ал балалар, енді мен сендерге жұмбақ жасырайын. Бұл жұмбақтың жауабын берілген суреттен табыңыздар. Арам шөптің дәндерін көрек етіп жүремін. Мақсатымда ондағы көбеймесін дегенім, жәндіктен де егінді азат етіп жүремін. Мақсатымда ондағы егін өссін дегенім. Бұл не? Бәрі келді балалар. Бұл жұмбақтың жауабы бозторғай екен. Сендер білесіңдер ме? Бозторғайлар тек қана Антарктидада ғана кездеспейді екен. Олар жәндіктермен және өсімдіктің дәлмен қоректенеді. Бозторғай тыныштықты сүйетін құс. Келесі тапсырма оқушылар, мәтінді қажетті сөздермен толықтырып оқыңыздар. Жақсы балалар, енді дұрыс нұсқасымен тексеріп көрейік. Бозторғайды кейде біз сайрағыш құс деп атаймыз. Оның әлемде 75 түрі бар. Қазақстанда оның 13 түрі кездеседі. Оның бір түрі ғана қызыл кітапқа енгізілген. Бозторғайды шөл даладан, таудан, жазық даладан, орманнан, ауыл маңынан көруге болады. Оның дене тұрқы 8-23 сантиметр болады. Қанаттар ұзын, аяқ қысқа. Артқы бармағында ұзын тырнағы бар. Оның салмағы 30-48 грамм. Бозторғайлар жерге ұя салады. Ұяға 2-ден немесе 6-дан тарғыл жұмыртқа салады. Бозторғайлар қыста жылы аймақтарға ұшып кетеді. Бозторғайлар өсімдік дәнімен және жәндіктермен қоректенеді. Арам шөптердің де дәнін жеп пайда келтіреді. Бозторғайдың азайып кетуіне немқұрайды қарауға болмайды. Ол егін күзетшісі. Ал оқушылар, енді жаңаға тексерген мәтін бойынша келесі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бозторғайды біз кейде қалай атаймыз? Қазақстанда бозторғайдың неше түрі бар? Бозторғай ұясын қайда салады? Бозторғай немен қоректенеді? Балалар, дұрыс жауап беріңдер. Бозторғайды біз кейде сайрағыш құс деп те атайды екенбіз. Қазақстанда бозторғайдың 13 түрі бар екен. Бозторғай ұясын жерге салады.
және бозторғай өсімдік дәнімен және жәндіктермен қоректенеді екен. Келесі тапсырма оқушылар, бүгінгі өткен жаңа сөздерді пысықтау мақсатында аудармасымен сәйкестендіріп көріңдер. Жарайсыңдар оқушылар, енді тексеріп көрейік. Бозторғай, воробей, немқұрайды, беспечный, шел день из пустыни, тарғыл, пестрый, шегіртке, кузнечик, арамшөп, сарняк, жәндік, насекомые и тоқылдақ, дятел. Жақсы, дұрыс. Ал оқушылар, мынау суреттерге мұқият қарап, адам табиғаттан нені үйренеді деген сұрақтың төңірегінде жауап беріп көріңіздер. Өте дұрыс айтасыңдар. Адамның табиғаттан үйренетін нәрсесі көп екен. Күннен мейірімдікті үйренеді, құстардан ән салуды үйренеді, көбелектен әдемілікті үйренеді, жерден төзімдікті үйренеді, ал судан тазалықты үйренеді екен. Келесі тапсырма балалар, мынау суретке қарап, құстар мен жәндіктердің нешеуден топтасқанын анықтаңыздар. Өте дұрыс оқушылар, бұл суретте қоқиқаздар екі-екіден тұр. Аққулар, өздерің білесіңдер, үнемі екеуден жүреді. Тауықтар алты-алтыдан жайылып жүр. Ал құмырсқалар алтаудан бірігіп, жауын құртын тасып жүр екен. Тырналар біреуден бөлініпті. Бозторғайлар екі-екіден дән шоқып отыр. Оқушылар, міне бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақтан біз не білдік, не үйрендік? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабағымызда біз жаңа сөздерді үйрендік. Құстар мен жәндіктердің түрлерімен таныстық. Олардың табиғатқа тигізетін пайдасы мен зияны туралы мәлімет алдық. Және табиғаттан адамдардың нені үйренуге болатынын білдік. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Қош сау болыңыздар.